Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қысқа арналған өте дәмі тіл үйіретін лечо салатын жасап үйренеміз. Ол үшін бізге ең алдымен қызанақ, болгар бұрышы, пияз, сәбіз, сарымсақ және ащы бұрыш, қант пен тұз және май қажет. Ең алдымен қызанағымызды жақсылап жуып, тазалап, бірнеше бөлікке бөліп кесіп турап дайындап аламыз. Қызанақты жартылай ет тартқыштан өткізіп жартылай турап қоссаңыз, немесе мен секілді бәрін ет тартқыштан өткізіп сұйық күйінде қолдансаңыздар болады. Келесі кезекте бұрышымызды жуып, тазалап аламыз. Бұрышты жақсылап тазартып алғандарыңыз жақсы. Жалпы барлық көкөністерді тап-таза етіп жуып алған дұрыс. Сонда салатымыз бұзылмай бірнеше жылға сақтауға болады. Бұрыштың барлығын дәл осылай тазалап дайындап аламыз. Бұрышты дәл қызанақ секілді жартылай турап, жартылай ет тартқыштан өткізіп қоссаңыздар болады, немесе тек қана турап қоссаңыз да болады. Егер турап қосатын болсаңыз, видеодағыдай етіп, бірнеше бөлікке кесіп алып, оны орташа көлемде турап шығамыз. Бұрышымызды видеодағыдай осылай орташа көлемде турасаңыздар болады, немесе өз қалауларыңызға қарай ұсақ немесе ірі етіп турап алсаңыздар да болады. Бұрышымызды турап болған соң, келесі кезекте пиязымызды жақсылап тазалап, жуып алып, осылай видеодағыдай ұсақ етіп турап аламыз. Немесе пиязды ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Менің каналымнан сіздер салаттан басқа өзге де түрлі рецептілерді көре аласыздар. Жасалу жолы оңай әрі жылдам дайындалатын түрлі рецептілерді каналдан қарап көрсеңіздер болады. Пиязымызды турап алған соң, келесі кезекте ащы бұрышымызды ұсақтап осылай тураймыз. Ащы бұрышты ұсақ етіп тураған дұрыс. Сонда салатымызға тез сіңіп жақсы араласады. Келесі кезекте сарымсағымызды жақсылап, қабығын тазартып, жуып алып, осылай ұсақ етіп турап шығамыз. Бұл салаттың жалпы дайындалу жолы өте оңай, жеңіл, міндетті түрде үй жағдайында өздеріңіз жасап көріңіздер. Сарымсақты егер турап қосатын болсаңыздар, біркелкі туралуына басты мән бергендеріңіз дұрыс. Сонда салатымызда әдемі көрінетін болады. Келесі кезекте сәбізімізді жақсылап тазартып жуып алып, оны үккіштен өткіземіз. Немесе сәбізді өздеріңіз қолдан жіңішке етіп турап қоссаңыздар да болады. Сәбізімізді өткізіп болған соң, ет тартқыштан өткен қызанағымызды қазанымызға құйып аламыз. Туралған бұрыш, үккіштен өткен сәбіз, пияз, сарымсақ, ащы бұрыш бәрін турап дайындап алған соң, салатымызды қайнатуды бастаймыз. Алдымен қызанағымыздың үстіне бұрышымызды саламыз. Және оның үстінен туралған ащы бұрышымызды да қосып аламыз. Екеуін қосып, жақсылап араластырып, қайнауға қоямыз. Салатымызға сәбіз бен пиязды қуыру үшін бізге 300 мг мөлшерінде сұйық май қажет. Оны міндетті түрде өлшеп қосу қажет болады. Майымызды арнайы меркаға құйып алған соң, қызып тұрған табамызға құямыз. Майды табаға құйып, ең алдымен май қызған соң, пиязымызды жақсылап турамыз.
Пиязымызды бірнеше минут бойы сарғайғанша қуырып алу қажет. Пиязымыз сары түстес болғанша жақсылап қуырамыз. Пиязымыз қуырылған соң үстінен туралған сәбізімізді саламыз. Сәбіздің барлығын салып, жақсылап араластыру қажет. Пиязымыз бен сәбізімізді араластырып, 7-8 минуттай уақытқа қуыруға қоямыз. Сәбізіміз бен пиязымыз қуырылып болған соң, оны қазанымызда қайнап тұрған қызанақ пен бұрыштың үстінен салуымыз керек. Міне біздің пиязымыз бен сәбізіміз жақсылап қуырылды. Енді оны қазанға салатын боламыз. Барлығын қазанға салып, араластырып аламыз. Салатымызды жақсылап араластырып, оған қалған ингредиенттерді саламыз, яғни сарымсақ, 250 грамм қант және де 4 ас қасық мөлшерінде тұз саламыз. Барлық керекті заттарды салып болған соң, жақсылап салатымызды араластырамыз. Салатымызды араластырып, оттың астын күшейтіп, қайнатуға қалдырамыз. Салатты 45 минут бойы қайнатуымыз қажет. 45 минут уақыт өткен соң салатымыз дайын болады. Салатымыз видеода дәл осылай қайнап дайын болған соң, оны тазартылған банкілерге құюды бастаймыз. Банкамыздың стерилді, таза болғаны өте маңызды. Салатымызды араластырып, банкіге құюды бастаймыз. Лечо салатымыз дайын болды. Ол өте дәмді болып шықты. Үй жағдайында сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.